Сәлем достар, мен сіздермен Xiaomi TS1214 машинасын жүргізуді, функцияларымен жүргізуді, тігін машинасын прямой тігістерді үйрететін болам. Ал кеттік. Мынау тоққа қосамыз, ар жағы қосулы тұр. Дайындап қойдым мен. Мынаны машинаға қосамыз. Сосын мына жерде on off деген бар. Міне, қостық машинаны. Енді машинаны іске қосасын кезде танысайық бірінші машинаның құралдарымен. Мынау машинаның лапкілері оригинал. Инелері бұда 75, 90, 70, 80, 90, 110-дық инелері. Мынау өзімен бірген инелері келген. Және мынау өзімнің алған қосып қойған инелерім. Мынау жаңағы түүлдерді шетін істеген кезде зигзагтап қайырып тігетін лапка мынау. Мынау замок қондыратын лапка. Мынау екі материалды бір-біріне бекіткен кезде қосатын лапка бұл. Мынау прямой тігістің лапкасы. Мынау петля тесетін лапка. Мынау ілгек, мынаны бекітіп, ілгек қондыратын лапка мынау. Мынаның бетіне қойып істейміз. Мынау ішінің шурноктары. Мынау борка ішінде шыққан. Мынау енді бұл машинаны ішке қосамыз. Ең бірінші міне инені салып қойдым. Ол мына инені салған кезде, ең бірінші алған кезде, машинкаға бекіткен кезде, мына арты тегіс болады, алдыңғы жағы дөңгелек болады. Осыны осылай саламыз. Сол кезде мына жерінде жіңішке жырық бар. Ол бізге өзімізге қарап тұрады. Енді бірінші жіп ораймыз шпулькаге. Жіпті саламыз. Мына жерде міне тұр. Осыған екі ораймыз. Бір, екі. Сосын шпулькамызды жіп ораймыз. Қостық. Мына аяғындағы домалап не істегені екі рет тартамыз. Енді жіп ораймыз. Оралып жатыр жіп. Біз педальды басу арқылы жіпті мына неге шпулькаға орап жатырмыз. Орап болдық. Жіпті аламыз. Енді іш жүргізу үшін жіпті сабақтаймыз. Міне жасыл жіпті алдық. Сіздерге көріп тұру үшін жасыл жіппен сабақтап көрсетіп жатырмын. Міне бірінші мына неге крючокқа ілеміз. Екінші міне стрелка бойынша мынадан бүйтіп өткіземіз. Үшінші мына крючокқа ілеміз. Төртінші мына жерге мына крючокқа ілеміз. Сосын мына жерде сым тұр екі, соны мына жағынан ілеміз да. Мына жерде мына иненің тесігінен мына жіпті өткіземіз. Енді мынаның иненің тесігі кішкентай. Өткізу үшін бірінші мына жіп сабақтағыштың көмегімен сабақтаймыз. Иненің тесігінен өткіземіз жіп сабақтағышты. Міне өтті. Сол жіпті сабақтағышқа жіпті өткіземіз. Міне өтті. Енді бүйтіп тартамыз. Міне жібіміз сабақталды. Енді міне оралған қызыл жібімізді
жүргіземіз. Шурнаққа былай саламыз. Осылай бүйтіп мынадан өткіземіз. Былай жүргіземіз да былай ілеміз. Мынау жіп бүйтіп не тартып тұр. Бұл бүйтіп тартқан кезде қатты тез қозғалып тұрса, ол мына жердің қысылмағаны, ал осылай қатты тартылып тұрса, ол дұрыс деген сөз. Енді саламыз. Мынау несі, мына кішкентай не ілгіш, мына жердің несіне келіп тұрады. Осыған саламыз осылай. Салдық. Енді жіпті осылай аламыз астыдан, мынаны бұрау арқылы. Алдық жіпті. Енді бұған лапка саламыз. Прямой стружканың лапкасы мынау. Осыны саламыз. Салдық. Енді тігеміз. Заттарды ысырып қоя тұрайын. Енді мынаның строчкасы, мына домалақ, мына 4-ке келіп тұру керек. Прямой тігіс мынау. Бүйтіп мүмкін мына А дегенге қоямыз, белгіге қоямыз. Мынаны 4-ке қоямыз. Ал кішірек тігетін болсақ 3,5-ға, 3-ке өстіп, жаңа тігістің шағын азайта береміз. Мынау 4-ке минимальды. Енді бастаймыз. Мысалға тігетін затымызды алдық дедік. Осылай қоямыз да. Лапканы міне, лапка көтеріліп тұр, түсіреміз. Міне айтып, жүреміз міне. Енді арт қарай жүру керек болса, мына нені басамыз, мына былай қарай, мына кнопканы. Міне арт қарай жүрді.